Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйірерлік, тіпті балмұздақ дерсіз осындай карамельный пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Қыздар, бұл сіздерге тегін мастер-класс, осы рецептпен жасап сатсаңыздар да болады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды және де 1 чайный ложка разрыхлитель салып араластырып аламыз. Содан соң холодильниктен шыққан салқын сары майымызды салып, осылайынан крошка жасап алатын боламыз. Осылай қолымызбен біркелкі етіп жасап аламыз. Бізде майда крошки болып шығады. Содан соң бөлек ыдысымызға қантты және де 1 жұмыртқамызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Қыздар, пирог жасаған кезде майда қант қолдануға тырысыңыздар. Осылай қантымызды ертіп алғаннан соң жаңағы ыдысымызға құйып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымызға артық ешқандай зат қоспаймыз. Осы 1 жұмыртқаның өзімен өте нәзік, жұмсақ қамыр шығады. Осылайша дайын болған қамырымызды пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Қыздар, бұл қамырды 2 сағаттың арасында қолданып тастаңыздар. Жасап қойып 2 сағаттан ұзақ ұстамаңыздар. Әзірге біз пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Құрғақ ыдысымызға вареный сгущенкамызды, вареный сгущенка міндетті түрде деп немесе любовинка қолданыңыздар, ыстыққа төзімді болып келеді. Содан соң сметанамызды, сметанада міндетті түрде 20%-дан кем болмауы қажет, 20-25% сметана. Содан соң 2 жұмыртқамызды және де 1,5 ас қасық кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал жоқ болса қоспасаңыздар да болады. Содан соң қалауыңызша ванилин қосамыз. 1 чайный ложка ванилин қосып, барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің салмамыздың арасында ешқандай іртік, түйіршіктер қалмауы қажет. Барлығы біркелкі болып араласуы керек. Неке қыздар, біздің салмамыз осылай барлығы біркелкі етіп араластырып, сұйықтығы осындай болып шығады. Ешқандай түйіршік арасында қалмауы қажет. Енді біз формамызды сары маймен майлап шығатын боламыз. Қыздар, бұл жерде сұйық май емес, осылай сары маймен майлаймыз. Содан соң жаңа холодильникте тұрған қамырымызды алып, формамыздың барлық жеріне біркелкі етіп жайып шығамыз. Бұл тестамен 22, 24, тіпті 26 сантиметрлік формаға жасай берсеңіздер де болады. Осылайша қамырымызды барлық жеріне біркелкі етіп шығарып аламыз. Қыздар, егер де сіздерге бұлай жасау ыңғайсыз болса, оқтаумен қамырды жайып, солай ішіне орналастырсаңыздар да болады. Тестаны барлық жеріне біркелкі етіп орналастырып алғаннан соң, осылай бортиктарын біркелкі етіп қолымызбен жасап шығамыз. Қыздар, бұл барлық пирогқа кете беретін универсальный теста. Содан соң осылайынан вилкамен жасап шығамыз және де жаңағы дайын тұрған салмамызды алып, үстіне құйып шығатын боламыз. Салмамызды құйып, біздің салмамыз осылайынан өте әдемі біркелкі болып тұрады. Қыздар, міндетті салманың ішінде түйіршіктер болмау керек. Егер де түйіршік болатын болса, пирогыңыз піскен кезінде бетіне түйіршік болып шығып тұратын болады. Сондықтан салманы біркелкі етіп жасап аламыз. Формамызға құйып алғаннан соң осылайынан барлық жағына жеткізіп, бір-бір осылай столдың үстіне ұрып шығасыз. Содан соң алдын ала қызып тұрған пеште, міндетті түрде алдын ала пештеріңіз қызып тұруы қажет, 160 градуста 30-40 минутта пісіп шығады. Неке қыздар, біздің пирогымыз дайын болды. Пирогымызды пештен алғаннан соң міндетті түрде кем дегенде бөлме температурасына 1-1,5 сағат, холодильникте де кемінде 1 сағат салқындатып алғаннан соң ғана формасынан шешеміз. Сол кезде біздің пирогымыздың салмасы өзінің формасын ұстап тұратын болады. Осылайша холодильниктен алғаннан соң кесеміз. Пышақтарыңызды сулап алып кессеңіздер де өте әдемі болып кесіледі. Қыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз, дәмі деген тіл үйірерлік өте дәмді әрі балмұздақ секілді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тіпті бұл рецептпен жасап, сіздер сатсаңыздар да болады. Бұл оригинал рецепт, сіздерге тегін мастер-класс. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет.